Министр мырза, сіз жиында жалпы хиджаб киюді қолдайтыныңызды айтқандыңыз, иә? Қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Сұрағыңызға жауап. Жоқ, мен жауап алған жоқпын. Мен нақты жауап алғым келеді. Министр мырза, сіз жауап беруге міндеттісіз. Хиджаб кию керек па, кимеу керек па? Сіз қалай ойлайсыз? Мен азамат ретінде құптамаймын. Жалпы біз мектепте білім дағдыларын қалыптастыруымыз керек. Біздің мемлекеттің заңдарына сәйкес оқу процесте бұл жердегі үдерісті жүргізу керек. Сондықтан заң қай мемлекеттік органда болса да қатаң сақталуға тиіс. Біз осы заңды заң жолмен жүргіземіз. Сұрағыма жауап алмай отырмын, министр мырза. Хиджаб кию мәселесі жалпы біз ислам мемлекеті емеспіз, біз жаңа медресе емеспіз. Мектепті мемлекеттік ұйымда жалпы хиджаб киюге қарсы адамдар көп. Бұл қарсылықтың жалпы сіз бұған не деп жауап бересіз? Дұрыс қарсылық па, жоқ әлде сіз мүмкін алдағы уақытта рұқсат беруіңіз мүмкін ба жалпы хиджаб киюге? Жансая, мен сұрағыма... Бұл сұрақты толығырақ қазір осы жерде баспасөз хатшысы отыр. Министр неге жауап бере алмайды? Толығырақ жауап болса, келесі сұрағыңыз. Жоқ, министрдің пікірі керек та маған, басқа әріптестерге қарағанда министрдің пікірі керек. Министр мырза, ашық айтсаңыз, бұл сұрақтан сіз қашып тұра алмайсыз. Жауап Жоқ, зайырлы мемлекетте сонда рұқсат бермейсіздер, солай ма? Келесі сұрағыңыз. Жоқ, мен келесі сұраққа мүмкіндік бермеймін, себебі мен өз жауабымды тыңдаған жоқпын. Министр ұстап тұр біздің уақытта. Министр сізге жауап берді. Осынша жауап алғыңыз келсе, министрліктің баспасөз қызметіне жолдап. Министр неге қабілеті жоқ па жауап беруге? Министр жауап берді сізге.